апта сайын арқырап, тізгін шылбырға бой бермей келе жатқан тайғұлындардың бүгінгі шабысы тіпті де қызғынды болатындығына күмән келтірмеңіздер. Ендеше сақадай сайланып тұрған күй дүлдүлдерінің шабытын қашырмай, жарысымызды бастайық. Ассаламағалейкум. Менің атым Талғар Берқанұлы. Жағантоғай ауданынан келдім. Мен сіздерге тартып беретін күйім Құрманғазының күйі Балбырауын. Талғар, сен домбыра тартқалы қанша уақыт болды? 3 жыл болды. Қанша жастасың кейін? 14. Сен мына Құрманғазы Сағырбайұлының осы Балбырауын күйін, шығу тарихын білесің бе осы күйдің? Білем. Айтып көрші. Құрманғазы атам жолда кетіп жатқанда, ұл мен қыздар жолдың шетіне ойнап жүрген. Күліп жүріп, ойнап жүріп. Көңілді, балалардың көңілді, шаттықты, сондай мерекелі көңіл күйін білдіреді дейсің ғой, дұрыс айтып отырсың. Сен Қамысшы оқығасың ба? Қамысшы оқып, осы ата мұрамыз домбыраны осылай ойнауың, осылай орындауыңа разы болдық. Одан кейін сен жаңа тартуыңдағы олқылықтар болды шынара. Жаңа ғана үлкен сағадан жоғары қарай өрлегендегі шытырман дыбыстар біріне бірі. Жаңағылар көгенделген қоз сияқты мүдірмей кету керек. Сен сол жерден кішкене кідіргендей болдың. Бірақ жалпы сенің саусағалысың, қағысың бәрі қалпында. Содан кейін мен мына сұрақты басудағы себебім сол болды. Өнерің үстем болсын. Сенде кемшілікті жаңа Берік тәлімгер айтты. Енді сол үлкен сағадан өрлеген кезде кішкене орнына түспей, күйді бастаған уақытта кішкене жүрексініп бастап сөйттің енді. Өзің сенбей қалдың ба? Бірақ жақсы тарттың. Өнерің үстем болсын. Ақ жол тілеймін. Талғар, мына күй енді кішкене күрделі күй, өлең күйін басын жақсы бастадың. Ең аяғына келген кезде бытырылдақтап барып әйтеуір түзеліп немеріп кет. Негізінен келешегің бар, жалғас сөйлеме. Мұра болған ұрпақтарға жүйелі, көмбірлеген қос шегі тегі, міне осындай қасиетті киелі домбыраны менің жаным сүйеді. Құрметті көрермендер және телевизор алдындағы барлық қауым, сәлеметсіздер ме? Мен Төрбілжін ауданынан келген Сандуғаш Мырзабек қызы боламын. Менің бүгінгі сіздерге орындап бермекші болған күйімнің темесі Дина апамыздың күйі Наусқы.
Сандуғаш, сен биыл қанша жастасың? 14 жаста. 14 жаста. Сен қазақша оқи, қос тіл оқисың ба, қанша класс оқисың? Қос тіл оқимын. Жарайды, сенің ана жаңағы сахналық образың, күй орындауың, бағанағы өлеңің, бәрі бізді тәнті етіп отыр. Сенің келешегің бар. Жаңағы Дина апа сияқты талантты күйші болуыңа сенеміз. Енді ана күйде олқылықтар бар. Түзетіп алуға болады. Содан мен сұрақты басуды себебім сол. Көп рахмет. Сандуғаш науай дейтін күй әсілі. Бұл ана тақырыпты дұрыс айту керек, Енді Науысқа дейтін күй ол бар, ол Құрманғазының күйі. Біріншіден мен саған мына чам жақпай қалғанда себебім анда күйдің атын сен дұрыс айтпадың. Одан кейін бағанағы енді өзің таныстыруың, оның алдындағы анау нелер Өлең. домбыра жөніндегі ана шумақтар өте көңілге қонымды, жақсы екен. Одан кейін сен ана күйдің ортаңғы сағасына келгенде кішкене жаңылдың. Одан кейін ананың әрекет келтіргенде ғана қағыс бар ғой. Сен бұра үстіне қарай қағылысың. Ол алма кезек. Бейткен барыста мына екі қол кезек қағып отырады ана. Содан мойынға қарай жүресің ана, домбыраның ана. Мойнына қарай, осы қолың созып жүріп отырасың. Одан кейін тез шерттің өте, құлдыраңдады. Жарайды, өнерің ақ жол тілеймін. Рахмет. Сандуғаш, басында тез бастадың да сол тездікпен осы аяғына шейін сен осы ешқандай мүдірсіз орындап шықтың. Одан кейін нота қарап үйрендің ба мына күйді? Иә, нотаға қарап. Мынау Айгүлдің тартысы бойынша таптың ғой деймін. Сен сен нота емес оқшайды асылы. Мынау естіп тапқан күйің сияқты мен қарап отырсам. Сен нотаға қарамағасың. Ұстаздан үйренгем. Ұстаздан үйренгем. Мынау бірнеше түрлі немен алады енді. Одан кейін тартқан кезде сол жаңағы астындағы жаңағы қол алысыңдарда кішкене қателіктер болды. Онан кейін алдың өзің таныстыруың, өлең сондай керемет тұр. Мен соған баға бердім деп тұрасың сен. Сонда келешегің бар, жалғасты талма қанат. Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер ме? Мен Тарбағатай аймағы Дөрбішін ауданынан келген Сымбат Ерланқызы болам. Бүгін сіздерге орындамақшы күйім орыс халық әуені Саратов саздары. Қабыл алыңыздар.
Сымбат, сенің жаңағы домбыраға жалпы табиғатың өте сәйкескен. Сенің музыкалық сезімің де, орындауың да бәрі жақсы болды. Бірақ мына күйді өте үлкен талдап аласың. Мына музыкалық бір үлкен шығарма. Вариациясы өте көп. Бұның жаңағы тримола жүретін жері бар, пискато, пизис болып жүретін жері бар, төкпе жері бар, желдірмелет, барған сайын тез біртіндеп тездететін жер. Басында мөлдір тап-таза шерттің, тримолаң өте жақсы екен. Соңын күткен мен. Сөйтсем, соңында бір талай жерлерден сүрініп кеттің. Сонда сен егер осыдан кішкене көлемі кішілеу бір шетел күйлерін, болмаса әдеттегі өзіміздің қазақ күйлерін орындағанда сен кереметтей болушы едің, бірақ бақыт тәлімгер шырақ жақты. Сен жақсы музыкант боласың, жақсы домбырашы боласың, мүмкіндігің бар екен. Рахмет. Сымбат, сенің мүмкіндіктерің осы домбыраға өте келіп тұрған бала екенсің. Негізі мына саусақ қойылымдарың өте тәртіпті да. Одан кейін сахнада отырсың, барлығына киімің түгел өте жарасқан. Енді маған қарағанда енді шетел күйін көбірек орындаған мына Берік тәлімгер жаңа дұрыс айтты. Мына шығарманы таңдауың өте үлкен болған. Бір қанша жерінде ана ортаңғы сағада өзің жаңылдың. Одан кейін ана басы дұрыс басталды. Содан кейін тездейтін жеріне келген кезде ана тездігің бір есе төмен болып қалды. Кішкене артын күтіп отыр едім. Ойдағыдай болмаған соң саған шам жаға алмадым. Бірақ сенің өнеріңе ақ жол тілеймін. Жақсы. Ал Сымбат, әсілі мен ойлағанда сен өші келгенде машығың бітті кішкене азырақ болып маған ұқсайды. Басқа айтарым жоқ. Адағы күйді, үлкен күйді шалғандығың үшін мен шамымды жағып отырмын. Сен адағы нотамен үйрендің ма адағы күйді? Жоқ, қолға қарап үйрендің ба? Нотамен қарап. 5 нотамен, ә? Қанша уақыт болды үйренгелі? 4 жыл болды. Жарайды, келешегің бар. Жалғасты үйрен. Рахмет. Халық арасында алтын кеніш. Алтын саусақ арқылы халық арасында жүрген қаншама өнерлі өрендердің өнеріне куәгер болып отырмыз. Біздің алтын саусаққа қатынасамыз деп ниет білдірген өнерпаз балалар өте көп болды. Солардың ішіндегі ең үздіктері, таңдаулары ғана бүгінгі сахнаға жолдама алған болатын. Ендеше құрметті көрермендер, мінекей, тәлімгер таңдау орайына азақ қалған осы сәттерде ендігі шыққан өнерпаздардың өнері де, өздері де, күйлері де сіздерге ұнағай деген ниетпенен жарысымызды ары қарай жалғастырамыз. Ассаламалайкум. Мен Алғыр Мұқайұлы, орындайтыным Түркештің күйі көңілашар.
Алғыр кішкене сасқалақтау болды бастапта. Өте тез бастадың. Бірақ сенің мына күй тартуға мүмкіндігің, осы күй тартуға мүмкіндігің келіп тұр екен. Кімнен үйрендің сен? Еркін Ергенден кісінен. Бәсе. Ана қол басу тәртіптерің барлығы өте жақсы, ұнады. Енді аздап кідірістер болды. Бітті, енді оны кейін ақырын түзеп алуға болады. Сол себепті саған шам жақтым. Рахмет. Алғыр, сен ана алдыңғы рет біз ана талдаудан өткен кезде сенің жаңағы саусақ тәртібің болсын, қойылымың болсын, шертуің болсын былай емес болатын. Бәсе жаңа қанша мынаны көп уақыт болмаған ұқсайды. Қанша уақыт болды осы Көңілашар жеткелі? 1 ай. Ал өнердегі жолың ашық болсын. Рахмет. Алғыр жаңағы Көңілашар деген ауыр күй, оның техникалық өрістер жоғары, оның үстіне үйренген уақытың да кішкене қысқалау болған екен. Соған қарамай сен осы бір сахнада мына күйді алып шығып отырсың, оңай емес. Жалғасты үйрен, жалықпа. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Шыңғылаудан Сартай ауылынан келдім. Атым Мағжайық Талабұлы. Мен сіздерге орындап беретін күйім Балбырауын. Авторы Құрманғазы Сағырбайұлы. Мағжайық, қанша келдің? 12. Үйіңде әке шешелеріңде, басқа туыс туғандарыңда домбыра тартатын кісілер бар ма? Атам біраз шертеді. Халық күйлері шертеді ғой, қанша уақыт болды сен үйренгелі? 2 жыл. 2 жыл болды ма? Кімнен үйрендің? Өзім күйшілердің черткенін естіп тыңдап көріп үйренген. Ай, жарайды. Жақсы. Біз өткенде сені 230-дай баланың ішінен неге таңдадық? Сенің ана домбыра ұстауың Нұрғиса атаңа ұқсайды екен, соған таңдағанбыз, Сен мына Құрманғазы атаңның Балбырауын күйін орындадың. Орындау барысында біраз сасқалақтау болды. Одан кейін ана үлкен сағадан өрілген кезде сүйретіп бастың мына саусақтарыңды. Енді сен мына өнеріңді жалғасты, үйрен. Сенің домбыраны сола қайтарсаң да недәуір жақсы өреде тартқаның бізді әсерлендіреді. Сондықтан саған ақ тілеймін. Жақсы. Ағайық, сенің ғана құлақпен шертіп, естіп орындап, бұрынғы дәстүрлі үйрену. Бұл білініп тұр сенің қолыңнан. Енді жаңа Уран мұғалымың айтып жатыр, Нұрғиса атаң дейді. Нұрғиса атаң дәл сен сияқты сол. Өз құлағың қалқайып, өз домбыра ұстауың бәрі сол кісіге тартады екен. Енді сол кісінің жолын берсін саған. Енді мынау жарыс болғаннан кейін бұның жаңағы орындауын ішінде кейбір дыбыстарына дейін мән беріп отырмыз. Соған мен мына шамды баса алмай қалдым. Бұған сенің ойыма, бұдан кейін орай болса бір
жүйелі орындайтын ұстаздардан тәлім алсаң, сен ары қарай кереметтей домбырашы боласың, әлі жассың, кішкенесің. Ақ жол тілейміз саған. Ажайып, Чыңгылде мына шертпе күйдің шеберлері көп. Әсіресе біздің Шинжаңдағы шертпе күйді егерде талқылап осыны неме десек, алдымен біз шығыстағы Чыңгылден бастауымыз керек. Сен әсілі мен ойласам, балбырауын шертпей сен сол Чыңгылдың дәстүрлі күйдерінен сол дәстүр бойынша шертпе күй шертсең жақсы болар ма екен деп ойлап отырдым. Енді құймақұлақ деген нәрсе, ол бұрын ата бабамызда болған нәрсе, енді әзіргі мына заманда жүйелі нақ нотамен үйрену керек. Сенің шығар жолың осы болып қалды әзір. Енді менің айтарым, сен нақ жүйелі, қарапайым нота емес, 5 сызық нота бойынша үйренуіңді үміт етемін, ә? Жарайды. Мен кейбір жақсы ұстаз тауып курсына үйреніп, қазақтың домбырасын жалғастыратын күйші болып шығамын. Ой, жарайды, жарайды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер және тәлімгерлер. Мен Елаш Толқынұлы боламын. Бүгін мен сіздерге орындап беретін күйім Тайыр Белгібайұлының күйі «Жаңа шабыт». Елар, сен жалпы сен жақсы домбырашы болуға лайық екенсің, бірақ мына күйді сәл үлкен талдап алғансың. Мына біздің шығыс күйдің ішінде композиторлардың бертінгі Тайыр ағаның күйінің ішіндегі шоқтық ең биік күйінің біреуі, техника көрсететін. Мына күйді сен тез бастап алдың да, ғана тездеп жаңа төгіп жеретіне барғанда кідіріп сөйтіп шерттің. Бір жағы өзің қобалжып та кеттің ба, кішкене сасқалақтап та кеттің. Сол себепті мына сұрақты баса алмай қалдым. Оны сен тура түсін, бірақ сен әлде жақсы домбырашы болуға мүмкіндігің бар. Өзіңнің сахана көркің, образың, жаңағы бәрі де жақсы екен. Саусақ мүмкіндігің, сендегі кемшілік сол күйді үлкен талдап алған екенсің.